сыныпта сабақ өтеміз. Балалар, және мен сендерге бүгін күннің ақылы атты ертегіні мен сендерге оқып беремін. Қаланың бір бұрышындағы алаңқайда атталшын, сәл ағаш, қара ағаш үшеуі қатар өмір сүреді. Бір күні сымбатты атталшын мен сән ағаш қара ағашқа былай дейді: «Оу, қарағаш, айтшы, осы біздің қасымызда өсуге өзіңді лайық көресің бе? Біз өте әдемі гүлдеміз, әрі дәніміз бен жапырағымыз да әдемі. Дәндерімізбен, жапырақтарымызбен түскенде сен сияқты жер әлемді былғамайды. Ал сен болсаң сондай көріксізсің. Мақтануға тұрарлық гүлің де, дәндерің де жоқ». Біз табиғатты қалай қорғауымыз керек? Кім маған айтып береді? Мен. Келе қоялым бері. Гүлді жолға болмайды. Дұрыс. Келесі. Кірпік астауына болмайды. Дұрыс. Келе қой келесі. Құстарға дәм беру керек. Дұрыс. Айтасың. Келе қой. Ағашты сындыруға болмайды. Дұрыс. Көбелекті ұстауға болмайды. Дұрыс. От жағында су шашуға болмайды, құм қою керек. Көрсетесің. Гүлді басуға болмайды. Дұрыс. Отбасымен ағашты отырғызылады. Дұрыс. Орманда от жағуға болмайды. Дұрыс. Көктемде құстарға ұя саламыз. Дұрыс. Құстарды арнайы ящиктерге саламыз. Дұрыс.